Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі бейнероликте біз орталық Азия елдерінің майдан авиациясы жайында талқылаймыз. Ағымдағы бейнероликті көру арқылы сіздер 2030 жылдың басына қарайғы орталық Азиядағы 5 мемлекеттің әскери әуе күштерінің қандай күйде болатындығы жайында құнды мағлұматтарға қанық боласыздар. Ендеше көп созбай бастайық. Қазіргі уақытта Қазақстаннан бастайтын болсақ, Қазақстанның аймақтағы майдандық авиация бойынша сөзсіз көшбасшы болып қала береді. Қару-жарақта 39 дана Су-30СМ, 6 Су-27 және 14 дана Су-25 жойғыш ұшақтары бар. Бұл айтарлықтай күш. Әрекет ету радиусы кең және қуатты қару-жарағы бар көп мақсатты ауыр жойғыш ұшақтар паркі. Осы тұста Су-25 паркі жоғары дәлдіктегі КАП-500 секілді авиациялық бомбалар қолдану мүмкіндігі бар Су-25СМ деңгейіне дейін 2018 жылдардан бері жаңғыртылып келді. 2025 жылдан бастап Астана Үндістанмен бірге Супер Сухой жаңғырту бағдарламасы бойынша белсенді келіссөздер жүргізуде. Осы келіссөздер барысында қазіргі уақытта Қазақстан қарулы күштерінде қолданылатын 40-қа шақты Су-30СМ жойғыш ұшақтарына жаңа заманауи АФАР белсенді фазаланған антенналық торлы радиолокациялық станцияларды орнату және олардың техникалық, авиациялық және де авионикалық әлеуетін ресейлік Су-35С пен Су-30СМ2-ден де асып түсетін деңгейге жеткізу болып табылады. Әрі Үндістандық зымырандық қаруларды интеграциялауда бұл да бір пайдалы опция. Қазақстан арқылы Ресейге өтетін француздық арнайы компоненттерге қатысты өткен жылғы жанжалдан кейін жаңа Су-30СМ жойғыштарын сатып алу ісі іс жүзінде Қазақстан тарапынан тоқтатылды. Енді негізгі назар қолда бар жойғыш ұшақтарға терең модернизация жасау. 2030 жылға қарай біз жауынгерлік енділік артқан, жағдайдан хабардар болу деңгейі жоғары және зымырандық арсеналы кеңейтілген 4++ болуына жақын 30-39 дана Су-30СМ-дер көретін боламыз. Бұл Қазақстанның барлық көршілерінен әуедегі басымдығын сақтап қана қоймай, оны күшейте түспек. Енді Өзбекстан мен Түркменстанға тоқталайық. Екі елге де ұқсас белгілі бір мәселе бар. Ескірген МиГ-29, әрқайсысында шамамен 12 МиГ-29-лар бар және қомақты Су-25 парктері. Түркменстанда 40 шақты Су-25 және Өзбекстанда 12-18 дана. Екі елде де шабуылдаушы ұшақтарды жаңғыртты. Өзбекстан түріктің LGK-81, ал Түркменстан израильдік Lizard авиациялық бомбаларын интеграциялау арқылы Су-25 шабуылдаушы ұшақтарын терең жаңғыртуына өткізді. Олардың барлығы Су-25 ұшағын жай ғана темір тастайтын қарудан жоғары дәлдіктегі соққы беру платформасына айналдырды. Дегенмен осы тұстағы басты драма МиГ-29-ды ауыстыру мәселесі. Пәкістаннан JF-17 блок 3 жойғыш ұшақтарын алу туралы келіссөздер бұрыннан және белсенді жүріп жатыр. Бұл ұшақтар сол баяғы ресейлік РД-93 қозғалтқышын пайдаланады. Ұшу техникалық сипаттамалары бойынша МиГ-29-ға жақын, бірақ қытайлық заманауи KLJ-7A АФАР радиолокациялық станцияларын және зымырандардың анағұрлым кең арсеналын, мәселен, әуе шайқастарына арналған қытайлық PL-12, PL-15 әуе зымырандары және де кемеге қарсы YJ-83, я болмаса радарға қарсы CM-400 сериясындағы аэробаллистикалық зымырандарда бар. Сонымен қатар JF-17-ның пайдалану шығындарының аздығы осы тұста МиГ-29-дан бас асып түседі. Өзбекстан қазірдің өзінде белсенді түрде Пәкістандық Супер Мушак ұшақтарын сатып алды. Бұл дәл осы JF-17-ге ұшқыштар даярлауға арналған мінсіз оқу-жаттығу құралы. Бұл өте маңызды белгілі. Жойғыш ұшақтардың жеткізілуі енді Өзбекстан үшін уақыт еншісіндегі мәселе ғана. Ташкенттің 2019-2024 жылдары Су-30СМ немесе Рафаль сатып алу талпыныстары сәтсіз аяқталды. Біреуі тым қымбат, шарттары тым көп және саяси икемділіктері аз болды. Негізгі Өзбекстанның қажеттілігі 12 немесе 24 заманауи жойғыш ұшақтар. Сол сияқты кезінде 24 МиГ-29 ұшағы болған Түркменстанда да 1-2 эскадрильяға, я болмаса тап сол 12-24 бірлік заманауи жойғыш ұшақтарды алу қажет болып тұр. Әзербайжанның 2024-2025 жылдары 40 дана JF-17 блок 3 алуға жасаған нақты келісім шартынан кейін кезекте Өзбекстан мен Түркменстан тұрғандай көрінеді. 2030 жылға қарай әр елде 20-24 дана JF-17 блок 3 пайда болуы әбден мүмкін. Бұл сапалық секіріс. Кеңестік 4-ші буыннан АФАР және озық зымырандары бар заманауи көп мақсатты жеңіл жойғыш өту, бұл да бір үлкен жаңа деңгейге көтерілу болып табылады. Қырғызстан әзірге көш соңында. Бар болғаны осы қазіргі уақытта 4 дана Л-39 оқу-жаттығу ұшақтарын ғана қолданады. Бірақ Садыр Жапаров соңғы сапарында JF-17-ге қызығушылық танытты. Әзірге байсалды келіссөздер жүрген жоқ, алайда Әзербайжан мен
осы Өзбекстан, Түркменстан секілді көршілердің сәтті қадамдарынан кейін бәлкім Бішкекте 2030 жылдардың басына қарай кем дегенде 8-12 машинамен пәкістандық клубқа қосылуы мүмкін. Бұл минималды, бірақ заманауи жолаушы авиация құру үшін жасалатын қисынды қадам болар еді. Тәжікстан өз жолымен, яғни Ресейдің көмегі арқылы жүріп келеді. 2023-2024 жылдары 2 дана Су-24М және 2 МиГ-29 СМТ деңгейіне дейін жаңартылған болуы мүмкін жойғыш ұшақтар алынды. Душанбе қаласындағы Ани авиабазасында жаңа ангарлар салынуда және қосымша ұшақтарға арналған ангарлар жасалу процесі жалғасуда. 2030 жылға қарай елде аралас эскадрилья пайда болуы мүмкін. 4-6 дана Су-24М жойғыш бомбалағыштары және оған қоса 4-8 дана кем дегенде МиГ-29 СМТ. Бұл үлкен серпіліс емес, бірақ бюджеті шектеулі таулы ел үшін жергілікті міндеттерді орындау мен құрлықтағы әскерлерді қолдауға арналған әбден лайықты майдандық авиация. Сонымен қорытынды жасайық. 2030 жылға қарай нәтижелер мынадай болмақ. Қазақстан 40 шақты жаңартылған Супер Сухой Су-30М және де 12-14 дана Су-25 СМ ауыр көп функционалды жойғыштар мен шабуылдаушы ұшақтарын қолданып қалады. Өзбекстан мен Түркменстан әрқайсында 20-24 дана JF-17 блок 3 және жаңартылған Су-25 парктері бар. Белсенді радиолокациялық станциялар және желілік мүмкіндіктері бар заманауи жеңіл орта платформаларға жаппай көшу. Тәжікстан тарапы Су-24М және МиГ-29 СМТ аралас эскадрильясы қолданады. Жер үсті соққыларына және минималды әуе қорғанысына баса назар аудару. Қырғызстан болса, бәлкім 8-12 дана JF-17 жойғыштан алуы мүмкін. Бірақ енді жоқтан бар. 90 сөздің тобықтай түйіні, аймақ кеңестік авиация зираты болудан қалады. Біз әртараптандыру процесін көрудеміз. Қазақстан үнді ресейлік векторды таңдаса, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қытай, Пәкістандық бағытты таңдауда. Тәжікстан болса таза ресейлік бағыт. Бұл классикалық мағынадағы қару-жарақ жарыс емес, бұл шынайылыққа мәжбүрлі бейімделу. Ресей көп және жылдам жеткізе алмайды, я болмаса қаламайды, батыс тым қымбат әрі саясаттанған, ал Қытай мен Пәкістан орталық Азия елдері үшін баға мен сапа тәуелсіздік бойынша ең оңтайлы арақатынасты ұсынады. 2030 жылға қарай орталық Азияның майдандық авиациясы айтарлықтай жасарып, дәлірек және технологиялық тұрғыдан жетілген болады. Және бұл тек аймақтағы тепе-теңдікті ғана емес, сонымен бірге Еуразия жүрегіндегі қауіпсіздік көрінісін де түбегейлі өзгертеді. Бейнеролик ұнаса, арналы жазылыңыздар, өз пікіріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сау саламат болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.